Адал азамат мемлекет тірегі. Таза Қазақстан бастамасы аясында экологиялық туризмді ілгерілету және салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру бойынша жүйелі шаралар жүзеге асырылып жатыр. Бұл табиғатқа ұқыпты қарауға, саналы көзқарас қалыптастыруға және қоғамда экологиялық мәдениетті нығайтуға жол ашады. Экотуризмді дамыту үшін 2017 жылы бекітілген ұлттық стандарт жаңартылды. Құжатта туристік қызмет сапасына, экологиялық өнім мен көлікке, био әртүрлілік пен мәдени мұраны сақтауға, табиғатты тиімді пайдалануға қойылатын нақты талаптар көрсетілген. Бұл стандарт табиғатты қорғау мен туризм инфрақұрылымын дамыту арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етіп, барлық тарап үшін ортақ ереже қалыптастырады. Туризм және спорт министрлігінің мәліметі бойынша, ауылдық туризмді дамыту маңызды бағыттардың бірі. Мәселен, Алатау аманаты жобасы арқылы Алматы мен облыста 1200 шақырым туристік соқпақ абаттандырылады. Бұл бағыттар ауылдар мен табиғи көрікті жерлерді байланыстырып, экотуризм мен этнотуризмге серпін береді. Қазақстанда экотуризм қарқынды дамып келеді. 2024 жылы ұлттық парктерге 2,8 миллионнан астам адам барған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 18% артық. Ең танымал парктер Іле Алатауы, Шарын, Алтын Емел және Көлсай. Бүгінде 14 ұлттық паркте 137 туристік маршрут және 54 соқпақ бар. Оларды жабдықтау тұрақты түрде жүргізіледі. Биыл Таза Қазақстан акциясы аясында тазалық және тәртіп жеңіске апарар жол челленджі өтті. Онда спорт мектептері мен жаттықтырушылар тазалық, тәртіп пен еңбекке құрметтің маңызын бейнероликтер арқылы көрсетті. Сондай-ақ Алтайдан Оралға дейін вело шеруі ұйымдастырылды. 1000-нан астам адам қатысып, 3000 шақырымға жоқ жолды жүріп өтті. Бағыт 8 өңірді қамтыды. Ал көліксіз бір күн челленджіне 1000-нан астам адам қатысып, қоғамдық көлік, велосипед, скутер немесе жаяу жүруді таңдады. Экотуризмді дамыту, ауылдық өңірлерді қолдау және салауатты өмір салтын кеңінен насихаттау, табиғатқа ұқыпты қарауға және қоғамда жауапкершілік мәдениетін орнықтыруға ықпал етеді. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.